Сәлем баршаңызға, уақытыңызды үнемдеп жылдам дайын болатын әрі дәмді тіске басар керемет сосиска фтесе жасаймыз. Егер сіз табиғат аясына шығып, әсерлі демалғыңыз келсе, ендеше өзіңізбен дәмді әрі құнарлы тағам дайындап, басқа да фастфудты басып озатын осындай керемет тағамды дайындаңыз. Алдымен қамырын дайындап алайық. Оған керегі жылы суымызға жылы сүтімізді құйып, кейін қантты және тұзды қосып ерітіп аламыз. Кейін сұйық массамызға тірі ашытқыны қосып, жақсылап араластырып ерітіп аламыз. Содан соң массамызға сұйық май құйып араластырамыз. Соңында үстінен міндетті түрде електен өткен ұнды қосып, қамырын илей бастаймыз. Қамырды шамамен 8 минут аралықта біркелкі түйіршіктері қалмайтындай, сонымен қатар қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Дайын қамырдың бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа көтерілгенше қоямыз. Осы аралықта салмасын, яғни сосисканы дайындаймыз, яғни бүтін сосисканы ортасына бөліп, көбірек қылып аламыз. Көтеріліп дайын болған қамырды алып, столдың үстіне қойып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Яғни шыққан қамырдан 4 түрлі тию әдісін көрсететін боламын. Қамырдың әр бөлігін асықпай 60 граммнан өлшеп кесіп, бірдей пішінін жасап аламыз. Ендеше қамырдың алғашқы бірінші түріндегі тию әдісін көрсетемін. Ол үшін бөлінген қамырды тым жұқа қылмай жаямыз, кейін екі шетін видеодағыдай етіп кесіп алып, ортасына салмасын салып, кесілген шетін екі жаққа үстін орап түйеміз. Қамырдың екінші түйілу жолы. Қамырды жайып, үстіңгі бетін ұзынырақ етіп жайып алып, видеодағыдай кесіп, салмасын салып, рогалик іспеттес етіп орап шығамыз. Нәтижесінде сізде осындай сүп-сүйкімді форма шығады. Қамырдың үшінші түйілу жолы. Ол үшін сосискаларды бөліктерге кесіп алып, қамырдың ортасын аздап басып, салмасын орналастырамыз. Қамырдың төртінші түйілу әдісі. Ол үшін қамырды ұзын етіп жайып, салмасын бөліктерге кесіп алып, ортасына орналастырып, өрме қылып жасаймыз. Байқасаңыз, сізде осындай ерекше форма шығады. Түйіліп дайын болған қамырларды пергамент төселген табамызға арасын алшақтау етіп орналастырып аламыз. Өйткені қамырымыз тез көтеріліп, 2 есе ұлғаяды. Бетін жауып, жылы жерде 40 минут расстойкаға қоямыз. Расстойкада тұрып, уақыты жетіп, бетін ашып қарасаңыз, формасы ұлғайып, пісуге дайын тұр. Барлық қамырдың бетін жұмыртқаның сары уызымен толыққанды жағып алып, дайындап қоямыз. 200 градусқа дейінгі қызып тұрған пеште 2 беті қызарғанға дейін пісіріп аламыз. Сосиска фтесе дайын, иесі де мүңкіп, өзіңізге төтеп бере алмайтындай бірден тіске басып тартымды болып шыққан. Өте жұмсақ, әрі үлпілдек, ыстық, сонымен қатар өте дәмді.
Бұл рецепттің ұнамдысы ешқандай жұмыртқаны қажет етпейді, әрі жылдам дайын болады және 2-3 рет қамырдың көтерілуін талап етпейді. Менімше жұмыртқасыз да осындай жұмсақ әрі үлпілдек етіп пісіруге де болады, бірақ бұл менің ойым. Ал сіз қалай ойлайсыз? Пікіріңізбен комментарий бөліміне бөлісе отырыңыз және сізге қамырдың түйілу әдісінен қай түрі ұнады? Пікір қалдырып айта кетіңіз. Рецептім ұнаса, міндетті түрде лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ас болсын!